Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен елімізде Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталған болатын. 5 аптаға созылатын бұл науқанның бірінші аптасы Таза өлке деп аталады. Аталған акцияның қаламызға беріп жатқан үлесі кем емес. Шаһарымыздың шағын аудандары қоқыстан арылып, жаңаша кейіпке енгендей. Біз де осындай игі бастамаға өз үлесімізді қоспақ ниетпен төрт қақпалы Түркістанның төрт бұрышын түгел араладық. Тиісінше осындай көріністерге көзіміз шалынды. Міне, киелі мекеннің Керейхан көшесіндегі қоқысқа толы көрініс осындай. Тек бұл көше ғана емес, сонымен қатар орталығымыздың да жағдайы мәз емес. Байқасаңыз, бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасы, яғни президент саябағының дәл тұсы. Осындай киелі мекеннің ұлы тұлғалар жатқан жері не үшін қараусыз қалды? Осы және өзге де сұрақтармен тиісті мекеменің есігін қаққан болатынбыз. Дегенмен, бөлім басшыларымен жолығу мүмкін болмады. Тиісінше жауапсыз қалған сұрақтың соңын қала әкімі Нұрбол Тұрашбековке жолдаймыз. Құрметті қала әкімі, егер Таза Қазақстанға шын үлес қосу ниетте болса, киелі мекеніміздің орталығынан бастағанымыз жөн болар. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.